Баршаңызға сәлем. Бүгін менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Рахатай. Бүгін өте дәмді котлеттер әзірлейміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен 200 грамм сүтке бөлген нанның 1/4 бөлігін езіп аламыз. Сосын сиыр етінен фаршын 0,5 кг және 0,5 кг тауық етінің фаршын бір үлкендеу пиязды блендердан езіп қосып шығамыз. Татымына қарай кішкене тұздаймыз және қара бұрыш қосамыз. Қалауыңызбен дәмдеуіш қоссаңыз болады. Менде Санта Мария арнайы котлеттерге арналған дәмдеуішін қосамын. Барлық заттарды қосып болғасын, фаршты жақсылап қолымызбен 1 келкі масса болғанша араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғасын, видеодағыдай фаршымызды біраз ұрғылап шығамыз. Бұл процесс бізге котлеттеріміздің тығыз болып қалмауы үшін және қуырған кезде ажырап кетпеу үшін жасалынатын процесс. Фаршымызды дайындап алғасын, әр бөліктерге домалақтатып бөліп, видеода ұнға 1 аунатып шығамыз да котлеттің формаларын келтіреміз. Алдында фаршты жақсылап ұрғылап алғандықтан котлеттің формаларын келтіру қиындыққа соқпайды. Котлеттеріміздің формасын келтіріп, дайындап алғасын, қызып тұрған майға әр бетін 6-7 минуттан қызарғанша қуырып аламыз. Табаның астында отымыз орташа отта тұрады. Неғұрлым котлеттеріміздің сырты жақсы қуырылса, соғұрлым дәмді болады. Осылайша котлеттерімізді біртіндеп түгелінен пісіріп аламыз. Котлеттерді өстіп әр бетін жай отта 10 минуттай қуырып алса да дайын болады. Біз одан ары дайындаймыз. Ол үшін біз соусымызды әзірлейміз. Қызып тұрған майға майдалап туралған пиязымызды қуырып аламыз. Кішкене томатымызды қосып 1-2 минут қуырамыз. Сосын татымына қарай қара бұрыш, паприка және тұз қосамыз. 1 пиалайдай кішкене суды қосып жібереміз да, суымыз бір бұрқ еткесін. Қалауыңызбен кішкене помидор салып жіберсеңіз болады, және 1 лавр жапырағын, чеснок қосып жіберсеңіз болады. Енді осы соусының үстіне бағана жартылай қуырылған котлеттерімізді орналастырып шығамыз. Табамыздың бетін жауып, бәсең отта 8 минуттай пісіреміз. Енді гарнирімізді әзірлейміз. Алдын ала пісірілген картопымызға кішкене сары май қосамыз, сүт қосамыз және 1 шекі жұмыртқа қосып жібереміз. Жұмыртқа піспей қалады деп қорықпаңыздар, шекі деп ыстық картопқа түскесін жұмыртқамыз пісіп кетеді. Жұмыртқа біздің пюремізді өте воздушный қылады. Осымен біздің тағамымыз дайын. Пюрені видеодағыдай қасықты суға батырып, тарелкаға салып шығып, әдемі формасын келтіріп салсаңыз болады. Котлеттеріміз де дайын. Котлеттерімізді пюренің қасына қойып, ұсына берсеңіз болады. Котлеттің қасында піскен соусты пюренің үстіне құйып, ұсынсаңыз өте керемет дәмді соус. Осымен біздің котлеттеріміз дайын. Видеоны аса лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Алда сіздерді өте керемет рецепттер күтіп